Жүрек қан тамыр аурулары еліміздегі басты мәселе. Ал оларға әсер ететін ең маңызды фактор әрине біздің өмір салтымыз. Ең алдымен біздің рационымызда жүрегімізге орасан зор зиян келтіретін тағамдар бар. Бірақ сонымен бірге біздің жүрегімізді емдейтін және оны құтқаратын тағамдар да бар. Бұл видеода жүрегімізге қауіпті 3 тағамды айтамын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте пайдалы әрі өте қызықты болады. Ендеше кеттік. Айтпақшы достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Сонымен, біздің жүрегімізге зиянды тағамдардың бірі кондитерлік өнімдер. Кондитерлік өнімдер жоғары калориялы және қант мөлшері көп тағамдар. Бұған кәмпиттер, тәтті шоколадтар, түрлі торттар, кекстер және тағы басқалары кіреді. Біріншіден, бұл кондитерлік өнімдер қандағы қанттың мөлшерін жоғары көтеріп жібереді. Қандағы жоғары қант атеросклероздың даму факторы болып табылады. Тәтті нәрселерді жегенде біз бірнеше зиянды нәрсені бір-ақ алады екенбіз. Оның ішінде қант та бар және ағын бар. Ағынды алу үшін оны диірменнен 3-4 рет өткізеді. Құрамындағы бүкіл құнарлы заттардың бәрі кетеді. Тек глюкозасы қалады. Ақ нан, ақ булочка дегенді мүлдем жемеу керек. Қанттан басқа кондитерлік өнімдерге қатысты тағы бір мәселе трансмайлар. Көптеген елдерде трансмайлармен күреседі. Бір жерде оларға тыйым салуға тырысады. Бірақ нәтиже жоқ, сұраныс өте көп. Егер сіз қымбат, сапалы, импорттық шоколад сатып алсаңыз, онда трансмайлар жоқ деп ойлаудың қажеті жоқ. Трансмайның зиян екендігі дәлелденген. Трансмайлар біздің бүкіл қан тамырларымызды бітейді, атеросклероз пайда болады. Біздің Қазақстанда инфаркт пен инсульттен адамдар көп қайтыс болады екен. Осы трансмайлар инфаркт пен инсультті тудырады және бауырдың рагын шақырады. Келесі кезекте тәтті сусындар, газдалған сусындар. Тәтті сусындарда, газдалған сусындарда қанттың мөлшері өте жоғары. Бірақ бұның құрамындағы қант химиялық қант. Ол аспартам деп аталады. Аспартам қант алмастырғыш ретінде, сондай-ақ E951 тағамдық қоспасы ретінде қолданылатын жасанды тәттілендіргіш. Аспартамның калория мөлшері қантпен бірдей, ал тәттілігі әдеттегі қанттан 200 есе көп. Миымызға рахат деген сигнал береді, адамды өзіне тәуелді қылып алады. Мидың қатерлі ісігінің себебі осы аспартам. Келесі зиянды өнімдер, шұжық өнімдер және өңделген еттер. Шұжықтарда әдетте тұздың дозалары бар. Тұзды тұтынғанда да тепе-теңдік қажет. Егер біз тұзды мүлдем қолданбасақ, бұл зиян. Ал тым көп тұтынсақ, ол да зиян. Мамандар тәулігіне 2-ден 5 граммға дейін тұз тұтынған дұрыс деп анықтады. Егер біз шұжықты жесек, өзімізді натриймен қамтамасыз етеміз. Бұл дегеніміз біз күні бойы тұтынатын басқа тағам натрийдің шамадан тыс көбеюіне ықпал етеді. Натрийді шамадан тыс тұтыну натрий тепе-теңдігіне тікелей әсер етеді. Натрий мөлшерінен көп болса, қан қысымын жоғарылатады. Қан қысымы әрине инфаркт пен инсульт қаупін тудырады. Шұжықтар және копченый дайын заттар, бұлар қатерлі ісік ауруын тудырады. Шұжықты жесеңіз жей бергіңіз келеді. Себебі шұжықтың ішіне глютамат қосылады. Біздің тілімізде рецепторлар бар. Глютамат сол рецепторларды қоздыру арқылы біздің миымызға информация барады. Рахат, дәмді деген. Зиянды өнімдер тек бұлар ғана емес, өте көп. Достар, зиянды тамақ жеп өз-өзімізді ауру қылмайық. Өлімге апаратын өнімдерді мүлдем жемеңіздер. Не нәрсе тіліңнің дәмін үйре бастаса, сол саған ертең үлкен ауру алып келеді. Достар, осы видео 100 лайк жинаса, мен газдалған сусындардан және колбасадан қалай бас тартқаным туралы айтатын боламын. Сондықтан осы видеоға лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.